Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Аленушка. Бүгін сіздермен дәмді панкейктерді дайындайтын боламыз. Видеома қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бізге қажетті заттар: айран, ұн, жұмыртқа, қант, сұйық май, сода. Ең бірінші біз айранымызға жарты шай қасық содамызды салып, араластырып 15 минутқа тындырып қоямыз. Біздің айранымыз бен содамыз бірігіп көтеріліп шығатын болады. Бір жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, жақсылап көпіршігенше миксермен араластырамыз. Біздің айранымызға массамызды салып, араластыратын боламыз. Бір стакан ұнымызды бөліп салып, бір келгі болғанша араластырамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, араластыратын боламыз. Табамызды орташа отқа қыздырып алып, панкейктерімізді пісіріп алатын боламыз. Менің осы қызыл қазаным аман болсын. Барлық пісіріктерді осы қызыл қазанға пісіріп аламын. Біздің панкейктеріміз өте әдемі болып шығатын болады. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен панкейктерімді пісіріп алдым. Панкейктің ортасына шоколад немесе варенка салып, әртүрлі салмаларды салып пісірсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Мен арнайы шоколадтарды қойдым ортасына. Шоколадтың үстінен кішкене салмамызды саламыз. Пісіп жатқанда панкейктердің бетінен тесіктер пайда болады. Сол кезде тездетіп аударамыз. Біздің панкейктеріміз дайын. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.